Сәлеметсіздер ме? Жаяу Мұса атындағы жоғары көпсалалы Ақсу колледжі. Галимова Сауле Женисовна, қазақ тілі және қазақ әдебиет пәндерінің оқытушысы. Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы менің мамандығым, мамандық таңдау маңызды іс, қос сөздер. Сабақтың мақсаты мамандық ұғымы, мамандықтың адам өміріндегі маңызы, мамандық таңдау үлкен жауапкершілікті талап етілетіндігі туралы түсініктерін қалыптастыру, қос сөздердің жасалу жолдары. Сабақты Әл-Фарабидің сөзімен бастағым келеді. Ісің оңсын десең, сол істің маманы бол. Даңқың шықсын десең, көптіліктің адамы бол. Сабақты Әл-Фарабидің сөзімен бастағым келеді. Ісің оңсын десең, сол істің маманы бол. Даңқың шықсын десең, көптіліктің адамы бол. Мамандық дегеніміз не? Біріншіден, бұл білім алу, үйрену. Екіншіден, адамды материалдық жағынан қамтамасыз ететін іс-әрекет түрі. Үшіншіден, адамның сол мамандыққа қабілетінің сай келуі, белгілі бір іскерліктердің болуы. Мамандық дегеніміз адамның белгілі бір қызмет атқаруына мүмкіндік беретін материалдық, не рухани өндірісте алған білімі мен өмірлік дағдысының жиынтығы. Мамандық таңдау. Мамандық таңдауда қандай себептер болады? Ең бірінші, ата-ананың қалауы. Мамандық ұнамаса да, тегін грант үшін түсу. Ауызекі әңгімеге сеніп таңдау. Байқаусызда грантқа түсіп кету. Досы үшін өз түсінбейтін мамандыққа түсу. Ең дұрысы, өзің таңдап, ақылдаса шешім қабылдау. Мамандық таңдау факторлары. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, мамандық таңдау факторлары осындай. Қабілеті, беделі деп айтуға болады. Оқудың жақын орналасуы, тәжірибенің болуы, оқиғаның әсер етуі, досымен бірге, отбасы, мұғалім. Сіздерді біздің колледжге түскенде осы себептердің біреуі сіздерде болды. Енді сіздерге мамандық таңдау өте жауапкершілікті және маңызды іс деген мәтін беріледі. Осы мәтінді сіздер мұқият оқып шығасыздар. Содан кейін мәтін бойынша мәтінді оқып шығасыздар. Содан кейін мәтін және таныстырылым презентация бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші сұрақ, мамандық дегеніміз не? Қазіргі таңда қажетті мамандықтарды жазасыздар, барлық қажетті мамандықтарды. Үшінші, жақсы маман иесі болу үшін адам нені ескеру қажет? Төртінші сұрақ, мамандықтың бірнеше түрін меңгерген қажет деп ойлайсыздар ма? Бесінші, қоғамда сұранысқа ие мамандықтар қандай? Алтыншы, өзінің мәнін жоғалтпайтын қандай мамандықтар? Жетінші, мамандық таңдау факторлары қандай? Сегізінші, соңғы сұрақ, мамандықты қалай таңдау керек? Содан кейін, құрылысшы мамандығы деген кішігірім мәтінді оқисыздар. Сіздер бізде колледжде құрылысшы мамандығына оқисыздар. Осы мәтінді оқып шыққасын, екінші тапсырманы орындайсыздар. Мәтіннің негізгі ойын жазасыздар. Грамматика бойынша қос сөздердің жасалуындағы ерекшеліктері. Бірінші, бір сөздің қайталануы, мысалы, қора-қора, көзбе-көз, бетпе-бет. Екінші, екі түрлі сөздің қайталануы, ата-ана, жақсы-жаман. Үшінші, бір сыңары мағыналы, екінші сыңары мағынасыз сөздер, көйлек-көншек, ескі-құсқы, ет-мет.
Төртінші, екі сынарлы мағынасыз сөздің қосарлануы. Оқта текте, ағы жығы, некен саяқ тағы басқа. Бесінші, күшейткіш буындардың қосарлануы. Қып қызыл, әп әдемі, жап жақсы, үп үлкен. Алтыншы, еліктеу сөздердің қосарлануы. Сарт сұрт, жалт жұлт, сырт сырт. Жетінші, екі жағыда мәнді сөздердің қайталануы. Ағайын, туыс, аға, іні, дос, жар. Тапсырма. Грамматика бойынша тапсырма. Қос сөздермен сөйлем құрастыру. 5 сөйлем құрастырасыздар. Үй тапсырмасы. Менің мамандығым тақырыбына эссе жазу.